Өмірде дұрыс шешім қабылдау бұл өте маңызды нәрсе да. Біздің өміріміздің нәтижелері тіке соған байланысты. Адамдар әдетте қалай шешім қабылдайды? Олар өзінің тәжірибесін алады. Ата-анасының, туысқандардың, тіпті кетсе көршінің кеңесі соған кіреді да. Олар тек ақыл ойға сүйенеді. Бірақ шындық бір. Сіз өзіңіздің интуицияңызға, подсознанияңызға сүйенуіңіз керек. Маңызды шешімдер дәл сол жерде қабылданады. Бір мысалын алайық. Жас кезінде әйелдер, мысалы бір әйелге айтады екен, сен мынаған күйеуге шықсаң, осы жерде бақытты боласың, осы жерде жақсы боласың деп айтады екен бәрі, бірақ ол қыз ешкімді естімей, өзінің жүрегін, өзінің түйсігін естіп, басқаға шығады екен, таңдап. Сол тура. Енді тағы бір мысал, жігіттерді алайық. Бір ер жігіт, бір мекемеде талай істеп, енді көп соған көніп, бір тойға барғанда кластасы жолығып айтады, кластасы бизнесмен предприниматель деген. Сол айтады, ол жұмысты таста, маған кел, бизнес партнер бол деп, Үйіне келеді кешінде тойдан кейін, бәріне айтады. Сонда бәрі айтады. Ой, не қыласың оны, мына жерде көндің сен, о жақта кім біледі, қандай болады деп көп сөз болып кетеді ғой. Енді ер жігіт соған көнсе, мысалы, сонда өзгеріс жоқ. Өмірі сол болып қалады. Бірақ түйсігін естіп, өзінің интуициясына сеніп, шешім қабылдаса, сонда өзгерістер де келеді. Өмір басқаша болады. Ол тура шешім. Енді бұл мәселенің нюанстары көп қой, Енді тағы бір кездесуде соның бәрін талқылайық.